Қайырлы күн достар, бұл Медикон білім арнасы сіздермен Алихан Ғаниұлы, және бүгін біз биопотенциалдарға арналған сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызда біз келесідей сұрақтарды қамтимыз. Яғни ол мембраналық потенциал мен әрекет потенциалының түзілуіне қатысатын иондар, натрий, калий, кальций иондарының өзгерістері кезінде бұл потенциалдар қалай өзгеруі мүмкін деген сұраққа жауап іздейміз. Яғни қанда натрий мен калий иондары артқан кезде, немесе клетка ішінде натрий калий иондары артқан кезде, немесе керісінше төмендеген кезде потенциалдар қалай өзгеруі мүмкін. Алдымен иондар артқан кездегі жағдайды қарастырайық. Бірінші гипернатриемия, яғни қандағы натрий иондарының концентрациясы артса, мөлшері артса, потенциалдар қалай өзгереді. Естеріңізде болса, әрекет потенциалы кезінде бірінші деполяризация сатысында бізде натрий иондарымен басталатын. Натрий иондары потенциал тәуелді натрий каналдарымен жасушаның ішіне енеді, солай жасушаның зарядын оңға қарай ұмтылдыратын еді. Енді бұл жерде жасуша сыртында бастапқы натрий нормада қарағанда жоғары болды. Біз бұл жерде концентрация градиенті ұғымын еске түсіруіміз керек. Яғни концентрация азайым көп жақтан, концентрациясы аз жақ, яғни мөлшері көп жақтан, мөлшері аз жаққа қарай ұмтылатын еді. Бұл иондардың қозғалуын қамтамасыз ететін бір күш. Яғни бұл жерде әрі потенциалға тәуелді натрий каналдар мен натрий иондары кіріп бастады, и плюс концентрация градиенті бойынша бізде натрий ионы артқан еді жасуша сыртында, и қосымша тағы натрий иондарының кіруіне бұл жерде күш пайда болды. Осылай бізде натрий иондары қарқынды түрде, нормаға қарағанда қарқынды түрде кіріп бастайды. Сонда гипернатриемия кезінде біз әрекет потенциалы деполяризация сатысы осындай болуы мүмкін, яғни тезірек жүреді и ең қысқа уақытта оң мәнге қарай ұмтылады. Сонда гипернатриемия кезінде бізде әрекет потенциалы артады дейміз. Ал мембраналық потенциалға бізден натрий иондары қатыспайтын еді. Сол себепті бұл жерде мембраналық потенциал гипернатриемия кезінде өзгермейді деп жауап бересіздер. Екінші гиперкалемия, яғни қанда немесе клетка аралық кеңістікте калий иондарының артуы потенциалдарды қалай өзгертуі мүмкін. Әрекет потенциалы кезінде реполяризация кезінде калий иондары жасуша сыртына шығады. Жасуша сыртына шығады, бірақ енді жасуша сыртының өзінде де калий ионының концентрациясы артып тұр. Бұл концентрация градиентіне қарама-қарсы. Яғни өзі бастапқы кезде көп жақтан аз жаққа қарай ұмтылып жатыр еді. Енді аз жағының өзінде де калий иондарының концентрациясы артты. Сонда калий иондарының сыртқа шығуы бастапқы нормаға қарағанда баяулайды деген сөз. Концентрация градиентіне қарама-қарсы болғандықтан. Сол себепті де реполяризация сатысы біз әрекет потенциалы кезінде біршама енді ұзақтау болады. Өйткені бұл жерде калий иондары баяу шығып кетті. Сонда гиперкалемия кезінде әрекет потенциалы төмендейді деп жауап бересіздер. Мембраналық потенциал кезінде ше? Мембраналық потенциал кезінде бізде жай иондық каналда жұмыс жасайтын еді. Бұл жерде де концентрация градиенті бойынша. Енді клетка сыртында калий ионы артса, бұл жерде концентрация енді аз емес деген сөз. Аз емес болса, енді баяу шығады. Басында қарқынды шығатса, енді оған қарағанда сәл баяуырақ шығады. Сонда бұл жерде де мембраналық потенциал бізде гиперкалемия кезінде төмендейді. Бұл, яғни қандағы өзгерістер. Енді жасушаның ішінде өзгерсе, жасушаның ішінде өзгерсе, енді ол жасушаның сыртына өзгерістері қарағанда керісінше болады. Яғни айтайық, жасуша ішінде натрий иондарының концентрациясы артты. Өзі артып жатса, енді сырттан ол натрийдің кіруін қажет етпейді деген сөз. Сонда енді кішкене баяуырақ кіреді. Баяуырақ кірсе, онда әрекет потенциалда бізде баяуырақ жүреді. Оң зарядтар баяу кіріп жатыр, әрекет потенциалда баяу көтеріледі нормаға қарағанда. Сонда жасуша ішіндегі натрий иондары артқан кезде әрекет потенциалы төмендейді дейсіздер. Натрийдің өзгерісі бізде мембраналық потенциалға әсер етпейді. Себебі мембраналық потенциалдың қалыптасуына натрий иондары қатыспайды. Осылайша бұл жерге де минус қоямыз. Жасуша ішінде калий иондары артса ше? Жасуша ішінде калий иондары артса, енді калий иондары өз ішінде көбейді, енді одан бетер көбейді. Онда қарқынды түрде олар жасуша сыртына шығып бастайды. Қарқынды түрде бос жерге баруға ұмтылады. Сәйкесінше бізде реполяризация өте жылдам жүреді. Өте жылдам жүрсе, яғни бұл
әрекет потенциалын жылдамдатады деген сөз. Сонымен ол әрекет потенциалының артуына алып келеді. Ал жасуша ішілік калий иондарының артуы мембраналық потенциалға қалай әсер етеді? Яғни жасуша ішінде көбейсе, бұл дегенде қарқынды түрде жасушаның сыртына шығып бастайды. Бұл да өз кезегінде мембраналық потенциалдың артуына алып келеді. Бұл иондардың артқан кезіндегі потенциалдардың өзгеруі схемасы. Енді иондардың концентрациясы төмендеген кездегі, яғни мөлшерлері азайған кездегі жағдайды қарастырайық. Жалпы алғанда бұны жаңа жоғарыда алған схемаға қарама-қарсы қылып ала салсаңыздар болады. Яғни соған бәрі керісінше жүреді. Сонда да соған түсіндірме жұмыстарын жүргізіп өте салайық. Бірінші гипонатремия, яғни ең бірінші кезекте бізде мембраналық потенциалда тек калий иондары қатысатынын білеміз. Сол себепті натрий деген түсінің орнына біз уже оны минус қойып тастасақ болады. Яғни гипонатремия кезінде әрекет потенциалы қалай өзгереді? Әрекет потенциалы кезінде натрий иондары деполяризацияны қалыптастыру үшін олар жасуша ішіне ену керек еді. Өзі сыртта енді оның концентрациясы төмендесе, онда әрекет потенциалы баяу қалыптасады деген сөз бастапқыда. Норма болса, енді ол қозу табалдырығына баяу жетеді. И оның шың потенциалы да салыстырмалы түрде баяу көтеріледі. Норма болса, гипонатремия кезіндегі әрекет потенциалының деполяризация сатысының өзгерісі, яғни баяулайды, немесе төмендейді. Гипокалемия кезінде қалай өзгереді? Гипокалемия, яғни жасушаның сыртында калий ионы төмендеді. Бұл кезде әрекет потенциалы, енді калий иондары қарқынды түрде жасушаның сыртына шығып бастайды, концентрация градиенті бойынша. Яғни бастапқыда мысалы 50-де 10 калий болса, енді азайып кетті бір. 2 калийге 50-де 2 қатынасына дейін. Онда қарқынды түрде көп орындар босағандықтан калий жасуша сыртына өте қарқынды күшпен шыға бастайды. Ол қарқынды күшпен шықса, сәйкесінше нормадағы қарағанда ол енді өте жылдам жүретін болады. Қараңыздар, нормада ол сәл қиғаштау болса, енді калий азайып кеткен кезде жасуша сыртында, онда ол өте жылдам теріс мәнге ұмтылады. Сонда әрекет потенциалының реполяризация сатысы бізде артады деген сөз. Мембраналық потенциалда да сондай. Жасуша сыртында калий ионының төмендеуін қарастырайық. Онда жасуша ол ішілік калий иондарын жасуша сыртына тезірек шығуын қамтамасыз етеді. Сәйкесінше мембраналық потенциал артады. Жасуша ішілік натрий иондарының жасуша ішінде азаюы натрий иондарының. Ол қалай әсер етеді? Жасуша ішінде артса, сырттағы натрий ионы қарқынды түрде кіріп бастайды. Аз кеңістікке ұмтыла бастайды. Сол себепті де әрекет потенциалы кезінде енді бұл жерде артады ол. Норма қарағанда енді жылдам жүреді. Яғни біз әрекет потенциалының артуын көреміз. Натрийдің өзгерісі мембраналық потенциалға әсер етпейді. Минус. Жасуша ішілік калий иондарының төмендеуі. Жасуша ішінде калий ионы төмендесе, онда сәйкесінше сыртқа аз калий ионы шығады. Бұл мембраналық потенциалдың төмендеуіне алып келеді. Ал әрекет потенциалы кезінде ол калий иондарының да сәйкесінше реполяризация кезінде баяу шығуын қамтамасыз етеді. Егер оң зарядтар баяу шықса, онда реполяризация кезеңінде нормаға қарағанда кішкене созылады. Нормада мысалы 2 миллисекунд алса, енді калий ионы азайып кеткенде бұл 4 миллисекундқа дейін созылуы мүмкін. Сонда бізде әрекет потенциалы төмендейді деген сөз. Реполяризация кезеңі. Бұл иондардың концентрациясы төмендеген кездегі жағдай. Жаңа алдыңғы сабағымызда айтып өткен болатынбыз. Кейбір жасушадағы әрекет потенциалдарының қалыптасуына кальций иондары қатысады. Кальций иондарының өзгерістерін сіз натрий иондарының өзгерістерімен бірдей қылып жазып алсаңыз болады. Себебі натрий мен калийдің потенциалдар кезіндегі, яғни именно әрекет потенциалы кезіндегі әсері бірдей болады. Сол себепті именно кальций иондарының концентрациясының өзгертуін сізде натрий иондарының концентрациясына қарап айта берсеңіздер болады. Бұл жолғы сабағымыз әрине кішкене күрделірек тақырып, себебі мұнда біз патологиялық өзгерістерді қарастырдық. Себебі біз осы өзгерістерді нормамен бірге бір уақытта қарастырып өткен жөн деп таптық.
Сол себепті де бұл видеоны бір сабақтан бір көргеннен түсінбесеңіздер, онда қайталап көруді кеңес беремін, және бұдан алдыңғы биопотенциалдарға арналған сабақ, 2 сабақты да осымен реттілікпен бір қарап шығыңыздар. Сонда сабақ түсініктірек болады қабылдауға. Осымен біздің биопотенциалдарға арналған сабақтарымыз өз мәресіне жетті. Курс сіздерге түсінікті болды деген үміттеміз. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.